Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қалай 42500 теңгеге заявканы Каспи приложениясы арқылы жіберу керек. Осы тақырыпқа өтпестен бұрын достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Алдағы 42500-ге байланысты, сонымен қатар заңға сәйкес басқа да жаңалықтарды менің YouTube каналым арқылы біліп жүретін боласыздар. Ал енді 42500 теңгені алу үшін қалай заявканы беру керек? Ал енді достар, міне мен кірдім Каспи приложенияға. Бұл осы жерде ең астында осы подать заявку деген на 42500 деген жазылып тұр. Осыған басасыздар. Содан кейін барып сізде мына жерде жаңа страница ашылды. Бұл жерде осы осы категория тұр алдымызда. Выберите тип занятости деп сізде осылай жазылып тұр. Кімде ИП бар? Жеке кәсіпкерлер, яғни олар негізі біріншісін таңдайсыздар, яғни индивидуальный предприниматель болып. Ал кім, яғни осы өз-өзіне жұмыс істейді және доходтарын жоғалтты, яғни табыстарын, олар самозанятый дегенді таңдайды. Ал егер сіздер осы адвокат немесе нотариустар болып жатсаңыздар, яғни осы частный практикамен айналыссаңыздар, сіздер негізі осы үшіншісін басасыздар. Мысалы, мен айтайын, мына жерде самозанятый таңдайын, содан кейін барып негізі продолжитті басамыз. Продолжить бастағаннан кейін осындай SMS код сізге келу керек телефонға. Қазір 1 минут. Міне, заявка сізде принята и передана на рассмотрение госорганам деп шықты. Яғни осы біздің заявкамыз ары қарай өтті, және де біздің заявкаларымызды енді осы мемлекеттік органдар бізде қарастыратын болады. Біздің заявкамыз мына жерде жазылып тұрғандай осы 3 жұмыс күн ішінде қаралады. Жұмыс күн дегеніміз ол суббота, воскресенье, яғни осы жексенбі күндері, демалыс күндері саналмайды. Яғни сіз понедельник күні жіберсеңіз, дүйсенбі күні, сізге сәрсенбі немесе бейсенбі күні түседі. Ал егер осы сіз жексенбі күні жіберсеңіздер, сіздер осы дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі күні негізі сіздерге түсетін болады. Бүкіл сұрақтардың барлығы негізі 14-14-ке хабарласып, сол жерден негізі біліп отырсаңыздар болады. Яғни мысалы мына жерде қараңыздар, сонымен қатар сіздер негізі Каспи приложенияға кіретін болсаңыздар, өзіңіздің мына жерде сізге заявкалар келіп тұр. Осы жерде негізі өздеріңіз оқып қарасаңыздар болады. 42500 сізге мына жақта түсті ма, түскен жоқ па, отклонена, бұның барлығы осы жерде жазылып тұрады. Не үшін отклонена болады? Оның барлығын, сұрақтардың барлығын 14-14-ке звондап, сол жерден негізі біліп отырсаңыздар болады. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.